Неге қазіргі кезде 50 жастан асқан адамдарда әдемі қозғалып, тез билеп, өздерін жас сезінеді? Операция показаниясы бар пациентті ал массаж іздей берсе, немесе ал физиолечение бере берсек, ол кезде біз пациентке көмек емес, зиянын береміз да. Жалпы бел қандай нәрселерден ауырады? Гимнастика арқылы емдеудің жолын қарастыру керек. Себебі біз оларға біздегі бар арсеналының барлығын қолдана алмаймыз, мүмкіншілігі жоқ. Мысалға, қай аяққа беретін болсақ, аяққа беру мүмкін, сол жақта сезімталдықтың төмендеуі болатын болса, сол жағдайларда біз нейрохирургтың кеңесіне жібереміз. Доктор дейді, менің қаншама кредитім бар. Мен бір күн жұмыс істемей қалсам, менің қарыздарым көбейе береді. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін біздің подкастта қалай әдемі қартаю туралы сөз қозғаймыз. Неге қазіргі кезде 50 жастан асқан адамдарда жаңағы әдемі қозғалып, тез билеп, өздерін жас сезінеді. Ал керісінше кейбір 50 жастан асқан кісілер, әйелдерде тез шаршап, белдері ауырып, тізелері сырқырап, шаршап қалады. Осы тұрғыда бүгін қазіргі қазақ әйелдерінің, қазіргі қазақ ер кісілерінің өмір салты туралы сөз қозғайтын боламыз. Ендеше кеттік, бастайық. Бүгінгі подкастта біздің дәрігерлер, реабилитолог маманы Самат Бақтыбайұлы, бізде невропатолог, реабилитолог маман Рабия Еркінбековна және де Азамат Досымханұлы, реабилитолог маманы. Осы подкастта сіздерге қызықты, пайдалы өткіземіз деген ойдамыз. Ендеше бастадық. Бұл туралы Сәке не дейсіз? Иә, енді барлығымыз қартаямыз, ол ақиқат. Бірақ әдемі қартаю үшін енді мәселен бізге келді ғой, Джело келді, Шакира келді. Шакираны жаңағы әлем чемпионатына көріп отырмыз, жас қыздай болып жүр. Бірақ сондай болып жүру үшін негізі шын мәнінде бір үлкен бір көлемде сумма қаражат керек емес. Ең базовый дүниелер жаңағы айтқандай дұрыс тамақтану, уақытылы дұрыс ұйықтау, дұрыс жүру, дұрыс су ішу, жаттығулар жасау, сол арқылы ғана біз дұрыс қартаюдың бір кішігірім бір формуласы. Бірақ оның сыртында қарай үлкейіп кете береді жаңағы. Зиянды әдеттердің болмауы, стресс, эмоциональды жағдайдың дұрыс болуы деген секілді жағдайлар. Солай. Енді ең негізгі қорытындылай келгенде бұл дұрыс тамақтану, дұрыс күнделікті су ішу, одан кейін жаңағы салауатты өмір салты. Сол нәрселерді ұстанып жүрсек, біз айтқан дұрыс қартаямыз. Тіземіз 30 жасқа келгенде гонартроз екінші степенеге жетпейміз, немесе бір 20-25 жаста жаңағыдай грыжа болып жүрмейміз. Бізде қазір гиподинамия деп көп айтамыз да, өмір жаңағыдай қозғалыс бізде аз деп. Оның зияндығы бар, бірақ екінші жағында да бар. Ол гипердинамия деп айтсақ болады, спортпен шектен тыс увлекаться етіп кету былай айтқанда. Арнайы бір инструкторсыз, арнайы бір жаңағыдай тренерсіз адамдар спортпен шектен тыс шұғылданып кету салдарынан бізде 20 жасар балалар келіп жатыр. Штангын мойнымен көтерген, белінде ауруы бар деген секілді. Солай. Әр нәрсені өз нормасымен жасасақ, базовый қажеттіліктерді дұрыс атқарсақ, біз дұрыс қартаямыз деп есептеймін. Енді қазір сіздерде қазір келіп жүрген мысалы, былайша айтқан кезде ең бірінші жүкті әйелдерде мысалы ауру сезімі осы. Жаңағы енді әйел туралы әңгіме қосып жатырмыз ғой. Жүкті әйелдер ең бірінші осы жаңағы жүктілік кезінде омыртқаның жаңағы ауырғанын сезеді, байқайды ең бірінші. Бірақ оған өкінішке орай жүктілік кезінде көп нәрсе жаңағы емге болмайды, дұрыс па? Осы жүкті әйелдерге сіздің дәрігер ретінде қандай бір кеңестеріңіз бар? Бірінші кезекте айтарым, жүктілікті жоспарлап құру керек. Яғни бірінші кезекте дәрігерге қаралып, керекті жандай гормондар немесе анализдер, мысалы анемия болатын болса, гемоглобин, ферритин, железа немесе қосымша аурулар болатын болса, соны емделіп құру керек. Және де невропатолог ретінде айтарым, омыртқа және буын жүйесі бойынша аурулар болатын болса, соны емделіп, содан кейін жүктілікті жоспарлау керек. Себебі жүктілік кезінде көбінесе үшінші триместрінде, яғни 25-30 аптадан кейін көп жүкті әйелдерде шағымдары белдің ауырсуына шағымданады. Себебі іштегі баланың салмағы артқан сайын бізде ауырсыну белге қарай жүктеме береді. Соның жүктеме көбейеді. Содан кейін бізге келіп жатады жүкті науқастар, то есть жүкті әйелдер.
Бірақ біз жүктілік болғаннан кейін оған көмек көрсете алмаймыз. көмек көрсете алмаймыз. Сол үшін алдын ала бірінші емделіп, содан кейін жоспарлау керек. Жүкті әйелге біз физиолечение бере алмаймыз. Физиолечение, дәрі бере алмаймыз. Тек қана жүктілік босанып алып, содан кейін барып белгілі бір уақыт өткесін барып кел, сосын емдейміз деп қана жібереміз да. Біз алдын алу керекпіз, сондай жағдайға жеткізбес үшін. Қазір енді осы жаңағы айтып жатсыз ғой, немесе гиподинамия или гипердинамия, шамадан тыс екеуі де жаңағы ненің екі жағы бар, жаңағы не дейді, таяқтың екі ұшы бар. Екі жақ былай кетсең былай, былай кетсең былай. Ал енді осыған байланысты қазір реабилитациялық центрлер, орталықтар көбейіп жатыр, осындай айналысатын. Ол неліктен деп ойлайсыз? Қазіргі кезде омыртқа буын аурулары өте көп белең алып кетті. Соның себептен сұраныс болғандықтан осындай біздің Шымкент қаламыздың өзінде көптеген орталықтар ашылды. Яғни қазір кез келген үшінші немесе төртінші осы жерде өзіміздің арамыздан да көрсек, біреуімізде бел ауруы немесе тізе ауруы немесе мойын ауруы кездеседі. Сондықтан қазіргі адамдардың сол көптеген омыртқа буын ауруларымен ауырғанына байланысты осындай клиникалар ашылып жатыр. Әрине бұл бізді бір жағынан қуантады. Себебі жаңағы поликлиникаларда немесе больницаларда заманауи аппараттардың аздығы немесе жоқтығы, және де ол жақта қазір көбінесе байқасаңыздар электрофорез парафинмен әлі жүр. Сондықтан осындай жеке клиникаларда өте сапалы жаңағыдай медициналық қызмет көрсетіліп, адамдар жаңағыдай белсенді қозғалысқа келіп жатыр. Енді былайша айтқаныңыз былай ғой, жаңадан осы жеке медициналық орталықтар, реабилитациялық орталықтардың ашылуы, ол жаңағы заманғы аппараттар, жаңа заманғы еммен, сондаймен келіп жатыр. Былайша айтқанда ерекшелігі сода олардың. Жаңағы мемлекеттік нелермен салыстырғанда. Ал енді қосып кетсем болады. Енді екінші жағынан бұл жақта халықтың көзі ашылып жатыр. Мәселен, бұрын біздің ата-апаларымыз, қазірге дейін өзіміздің мамаларымыз әлі бір жер ауырса сонымен шыдап жүре береді. Ал қазіргі жаңа буын бір жер ауырса, онымен ауырсынуға шыдап төзіп жүре бермейді. Ол барып қаралады. Одан кейінгі бір жаңа факт, ол халықтың жаңа өмір сүру жасының ұзақтығы. Өмір сүру жасы неғұрлым ұзаған сайын тізе буыны, бел, мойын аурулары шыға береді ол. Одан кейін жаңа сұранысқа ие бола береді. Одан кейін жаңа профилактикалық бізде қазіргі Еуропада профилактика жұмысы өте жақсы дамыған. Біз де соның артынан жайлап келе жатырмыз. Халықта, мәселен, өте өз денсаулығын тиянақты қарайтын пациенттер бар. Менің бір мойным шамалы ауырып жүр, осы грыжа болып қалған жоқ па, тексертіп кете салайыншы, біліп кете салайыншы дейтін пациенттер бар. Бір рекомендацияны беріп жүрші, қандай жаттығулар жасап жүрейінші деп. То есть грыжаға жеткізудің алдын алу жұмыстарын жаңағыдай жасап жүріп, өз денсаулығына мұқият қарайтын пациенттер қазір көпшілік көп. Енді жаңағы қазір бізде көбінесе осы мемлекеттік нелер болсын, басқа да нелер жаңағы емханалар болсын, көбінесе тек қана емдеу, қалай емдейміз, сол жағынан әңгіме қозғалады. Қалай емдейміз, қалай болып жатыр. Ал бірақ профилактикаға мән беріп жатқан шамалы. Сол үшін кішкене профилактикалық жаңағы шараларды қолға алсақ, кішкене ол да бір әсер ететін шығар деген ойдамыз. Ал енді жаңағы осы реабилитациялық орталықтар көбейіп жатыр. Ал біздің орталық басқа реабилитациялық орталықтардан несімен ерекшеленеді? Біздің орталық, біз толыққанды пациентті осмотр жасағаннан кейін, диагноз қойылғаннан кейін комплексті ем жүргіземіз. Біздің бір ерекшелігіміз сосын дәрі-дәрмектер. Мәселен, бізге пациент келеді ғой, МРТ-сын алып, басқа клиникадан алған дәрілік емдерін назначение парағын алып келеді. Ана жерде қарасаңыз 10 шақты препарат жазылған. Оның ішінде қабынуға қарсы препарат бар, жаңағыдай спазмолитиктер бар, прегавалин бар, антидепрессант бар. Бірнеше топтың дәрілік, немесе бір топтың 2 дәрісін де беріп жіберді бір пациентке. Ол алдағы уақытта полипрагмазияға алып келуі мүмкін. Сол себепті біз ол нәрсені кетірдік. Оның орнына біз мейлінше дәрісіз емдеуге қажет болған жағдайда ғана қабынуға қарсы немесе бұлшықетті босаңсытатын минералдық заттар ғана қоса отырып қана ем жүргіземіз. Бұлшықетпен жұмыс жасап, физиолечение жасаймыз. Одан кейін жаңағыдай нүктелі массаж, және де ине деген секілді гимнастикамен толыққанды комплексті ем жасап, пациенттің өмір сүру сапасын деңгейін арттыруға соған жұмыс жасаймыз. Мәселен, бұрын тек клиникаға барады, дәрі-дәрмек жазып береді, сонымен болды. Ауырсыну шамалы басылып, сонымен пациенттер жүре беретін болған. Ал біз
пациенттің өмір сүру сапасын арттыруға соған жұмыс істейміз. Енді қазір бізде былай ғой, адамдардың түсініктерінде қаншалықты көп дәрі берсе, система укол берсе, ол оған ем жасалып жатыр деген жаңағы түсінікте қалыптасқан, иә. Ал мысалы кейбіреулер болады, жаңағы ауырады, бірақ барады да блокада жасайды. Блокадасын жасайды, уақытылы жаңағы ауру сезімін басады. Осы блокада қалай былай грыжаны емдеуде шешім ба? Жалпы менің ойымша блокада шешім емес, себебі блокаданың құрамына кіретін препараттарды айтатын болсақ, пипроспан, сертоспан, сол сияқты препараттар олар қабынуға қарсы. Ал біздің мақсат қабынуды шақыру арқылы, яғни воспалениені шақыру арқылы пациенттерді табиғи жолмен емдеу. Яғни жалпы Алланың жаратылысымыз ғой бәріміз. Осы грижа шыққан кезде ол табиғи жолмен негізінен грижа өздігінен артары кетеді. Бірақ оған жағдай жасамаса, оған кедергі жасай беретін болсақ, жаңағыдай өмір сүру салтымызды жаңағы гиподинамия деп жатыр, ұзақ отыру, немесе ауыр көтеру, немесе ауырды дұрыс емес көтеру жағдайлар тіркеле беретін болса, ағза оған үлгере алмайды. Сондықтан біз жаңағы біздің орталыққа келген пациенттерімізге жақсылап неврологиялық осмотр жасағаннан кейін жаңағыдай шектеулерді бірінші кезекте қоямыз. Жеке өзім мысалы корсет міндетті түрде, яғни омыртқасында, бел омыртқасында грижасы бар пациенттерге корсет кию керек міндетті түрде. Жаңағыдай ұзақ отырмау, 20 минуттан ұзақ отырған кезде уже сәл тұрып жүру деген сияқты мәселелерді айтамын. Және де жаңағыдай қозғалыс, қимыл қозғалыс, жаяу жүруді қолға алу керектігін түсіндіремін. Одан кейін барып қана емді бастауға кірісемін. Жаңағы Самат Бақтыбайұлы айтқан комплексті емді тағайындап, солайынан пациенттерге көмектесіп жатамыз. Қазір енді мысалы жаңағы осы МРТ деген адамдарда не болып кетті ғой. Қазір МРТ орталықтарда көп, күндіз-түні жасайды. Осы МРТ-ні бас аяғы жоқ жасайды, көп жасайды, әркім бір жасайды. Сол МРТ вообще диагностика ма, әлде қазір кезде сән болып кетті ма адамдарға? МРТ негізі ол диагностикалық құрал ретінде қолданамыз біз. Яғни бізге пациент келген кезде, қарау барысында, тексеру барысында қосымша керек болатын болса, МРТ-ға жібереміз. Кейбір жағдайларда МРТ бойынша мысалға пациентте грыжа болуы мүмкін, көлемі үлкен, МРТ қараған кезде, бірақ клиникасы МРТ-мен сәйкес келмейді. Сол кезде біз пациенттің шағымы бойынша және де қарау барысында симптом мен синдромдарына қарай емдейміз. Енді жаңағы осы МРТ түсіріп келеді, пациенті. МРТ-дегі жаңағы картина дейді ғой, сурет. Сонымен адамның жаңағы шағымдары бірдей келе ма, қалай өзі? Көбінесе мен көрген ситуациялардан көбінесе сәйкес келмей жатады. Яғни пациенттің шағымдары қалай айтсам болады? Пациенттің шағымдары жай ғана остеохондрозға ұқсайды. МРТ-да қарасаңыз центральный грыжа, протрузия, соның барлығы көрсетіп жатады. Олай оны біз пациенттерге өзіміз МРТ дискісін алып келген кезде, біз МРТ-ның қорытындысына қарамай пациенттің өзіне түсіндіруге әрекет жасаймыз. Яғни біз жаңағы снимкада омыртқаның жанынан қарағанда көрінісі, және де төбеден қарағанда көрінісі, және алдынан қарағанда көрінісін үш срезде, яғни сабитарный, аксиальный, коронарный деп айтады медициналық терминде. Сол үш қалыпта көрсетіп, пациентке нервті қысып тұрма, қыспай тұрма, және де қазір осы залда да бір кісіде протрузия бар деді ғой. Ол кісіде де мысалы протрузия бөл бермейді негізінде. Оны пациентке бізге осмотр барысында біз жақсылап түсіндіреміз. Протрузиядан емес, сізде жаңағы именно омыртқадағы бұлшықеттерден, енді бізде көбінесе бұлшықеттік тізбектер арқылы тексеріс жасаймыз. Яғни бізде анатомиялық пояс бар біздің организмімізде. Ол жерде Томас Майерстің кітабы бойынша ол жерде поверхностный задний линия дейді, яғни артқы тізбек бойынша көп пациенттерде сол жақта проблема болады. Яғни біздің бел ауырып деген пациенттеріміздің көбісін тексеріс барысында балтыр бұлшықеттерінің және де санның артқы бұлшықеттері, бицепс бедра дейді, сол жерлерде тұрсулардың салдарынан бел соны компенсировать етемін деп белге көп күш түседі. Біз соны пациентке жаңағыдай тізбекпен жұмыс істейтіндігімізді түсіндіріп, жаңағыдай бір емдік процедура беріп, сынама процедурасын көрсеткен кезде пациенттер өзі түсініп жатады. Проблеманың на самом деле белде емес, басқа жақта екен, яғни сәл алысырақ жақтан екен. Солай біз пациенттерге көмектесіп жатырмыз. Көпшілігі осы седалищный нерв деп келеді ғой, мен седалищный нервім ауырып тұр деп ше. Седалищный нервтің деп келу ол біздің Шымкент үшін мода ғой. Бірақ ол қатысты болуы мүмкін. Седалищный нерв негізінде жалпы
қазақша айтқанда шоңданай нерв деп айтады, ол бірақ өте сирек кездеседі, яғни 2-5% жағдайда ғана. Онда да ол жерде каждый пациенттің жаңағы физиологиялық анатомиялық ерекшелігіне байланысты болып келеді ондай жағдай. Сосын чисто соны емдейтін орталықтар бар, седалищный нерв ауырып тұрса маған кел деген сияқты. Иә, көшеде көріп жатасыздар рекламалар, массажистер реклама жасап қояды. Седалищный нервті емдейміз, босатамыз, бір сеанстан жаңағы эффект көресіз деген сияқты. Қазіргі кезде мысалы осы остеопат мамандары, массажистер немесе жаңағы мануалистер грыжаны емдейміз деп жатады. Оларға қалай ойлайсыз? Емдей ма, емдемей ма? Не айтасыз ол туралы? Енді мәселен массажистің өзі немесе жаңағы остеопаттың белгілі бір деңгейде туындаған проблеманы шешуі мүмкін. Бірақ біздің негізі ол қандай проблема ол жерде, яғни қандай диагноз соны анықтау керек. Диагнозда осложнение болса, пациентте висячая стопа, каудальный синдром, жүре алмай ақсаңдап жатса, ондай кезде тіпті реабилитацияға емес, ол может операция показания бар шығар. Самый главный сондай моменттерді біз өткізіп алмау керекпіз да. Операция показаниясы бар пациентті алып массаж езе берсе, немесе алып физиолечение бере берсек, ол кезде біз пациентке көмек емес, зиянын береміз да. Сонда енді бұл жерде ең дұрысы дифференциалды диагностика, яғни анықтап, ажыратып анықтау. Пациентте қандай шағым, қандай диагноз. Диагнозбен МРТ снимоктары сәйкес келе ма, бүкіл мануаль жаңағы нелердің бәрін қарап, белгілі бір деңгейде жаңағыдай бұлшықтың проблемаларды шешуі мүмкін, массаж шешуі мүмкін, жаңағы остеопат деген сияқты. Бірақ ол проблеманың деңгейіне байланысты. Жалпы сондай мамандарға айтарымыз, негізінде өздеріңіз сол салада істеп жатсыздар, лажы барынша адамдарға зияндарын істемесе, ол үшін сіздер өздеріңіз білімдеріңізді арттыру керексіздер. Яғни базовый жаңағы операция көрсеткіштерді хотя бы интернеттен көрсеңіздер, ол сіздерге нұр үстіне нұр болатын еді. Ред флагтар бар, белгілі бір, соларды байқап біліп алса. Жаттап алу қиын емес. Рабия Еркебаевна, енді жаңағы бізде науқастар келеді. Біз осы грыжамен келген науқастардың барлығын емдей аламыз ба, немесе әлде біздің де бір операцияға жіберетін кездеріміз бола ма? Бірінші науқасты қарау барысында көреміз шағымдарын, бірінші шағым жинаудан басталады, содан кейін тексеру барысында миофасциалдық тексереміз. Сол кезде егерде жаңа Самат Бақтыбайлы айтты ғой, егерде пациентте тазовое нарушение болатын болса, яғни үлкен және кіші дәреттің ұстай қалмауы, немесе висячая стопа деп жатыр, және немесе аяқтың, мысалға қай аяққа береді, немесе екі аяққа беруі мүмкін, сол жақта сезімталдықтың төмендеуі болатын болса, сол жағдайларда біз нейрохирургтың кеңесіне жібереміз. Егерде нейрохирург кеңесі бойынша жаңда операция келіп тұрса, операция жасалады, немесе консервативті емдеуге болады. Сол үшін құрметті көрермендер, біздің де емдей алмайтын кездеріміз болуы мүмкін. Өйткені ол жаңағы осы Рабия Еркебаевна айтып кеткен шағымдарға байланысты. Сондай моменттерге жеткізбеу үшін алдын ала жаңағы тексерілгендеріңіз дұрыс болады. Өйткені көп әйелдер, мысалы жаңағы әйелдер болсын, еркектер болсын, до конца жүреді, созып. Соңына дейін жүреді, жаңағы болды терпет етеді. Сіз жаңа айтып жатсыз ғой, біздің мамаларымыз деген сияқты, өйткені әртүрлі проблемалары бар, солар шешкісі келеді, өзінің жағдайын ойламайды. Мысалы сізде қандай бір не дейді өзі бір сондай бір пациент болып жаңағы жүре алмай келген, Біреу көтеріп келген, немесе сүйеп келген деген сияқты. Осы май айында пациент болды, есім айтпай қой, 35 жастағы әйел адам, күйеуі қолмен көтеріп алып келді. Өзі сұрауы барысында 5 бала шағасы бар, яғни баласын көтереді екен үй жағдайында, және де көбінесе өзін емес, бірінші жандай отбасын, бала шағасын орнына қояды, және де әйел адамдар бізде в основном қазақ қауымында өзін соңғы орынға қояды. Сол себептен көп жүріп асынған сатысында дәрігерлерге көмекке жүгінеді. Кей жағдайда жандай именно бел бойынша айтып жатыр ғой, грыжаға кейде біздің көмектесе алмайтын жағдайлар болады. Сол кезде шешімі тек қана операция болуы мүмкін. Сол үшін де әйел адамдар өзінің денсаулығына, күтіміне қарау керек, және де босанған кезде жаңа айттық қой, жүктілікті де пландап жоспарлау керек, және де босанғаннан кейін де күтім жасалу керек, чтобы жаңағы бел ауру және де тірек буын ауруларын алдын алу мақсатында. Енді осы мысалы қанша адам консультацияға келеді, грыжасы барлар ем алмай жатады, например. Не үшін ем алмай жатады, Сәке?
қандай шағымдар бар или бір қандай да бір оларда мәселелер бар? Енді әр пациентте әртүрлі ситуация. Біреуінде қаржы мәселесі болады, біреуінде отбасылық жұмыс. Қарапайым кейбір адамдар жұмыстан шығатын уақыты біздің жұмыс уақытымызбен бітіп жатады. Оған менде бір оқиға болды, қазір есіме түсіп тұр. Бізде бір пилинг, баняда пилинг жасайтын бір әйел кісі болды. Шамасы бір 40 жас, 45 жас шамасында. Белде посечный артроз бар, грыжасы бар, енді ем бастады ол кісіге. Сөйтіп ем бастаймыз, күнде жұмысынан, жаңа ол жұмысынан мүлдем босай алмайды. Мен айтамын да, апай бір апта демалсаңыз, ертең сіз алдағы уақытта дұрыс жұмыс жасай алу үшін қазір демалыс алып бір күш жинаңыз, денсаулығыңызды реттеп алыңыз десем, ол айтады, доктор дейді, менің қаншама кредитім бар дейді. Мен бір күн жұмыс істемей қалсам, менің қарыздарым көбейе береді дейді. То есть адам өзіне бір күн жұмыс демалыс беруге қаржылық жағдай мүмкіндік бермейді. Ол үлкен стрессте жүр ол адам біріншіден, екіншіден аптаның 7 күні, айдың 30 күн жұмыс жасайды. Сонда сөйтіп келіп 5 күн ғана ем алды, сонда негізі 10 күн ем жазғанбыз, бірақ ары қарай жаңа жұмысымен ол толыққанды ем ала алмады біріншіден, екіншіден алдағы уақытта дәл қазір жағдай 40-45 жас енді дәл ол бойында жаңа қуаты бар, бақуатты былай айтқанда. Бірақ ертең 50-55 жаста ол мүлде жұмысқа жарамсыз болып қалып кетуі мүмкін, немесе 2-3 жылдан кейін де жұмысқа жарамсыз болып, кредит проценті көбейіп, жағдай қиындап кетуі мүмкін. Сондай әртүрлі жағдайлар болады. Кейбір адамдар енді денсаулығына немқұрайлы қарайды. Кейбір адамдар сондай жағдай жалпы. Бізде қазір былай ғой жалпы, біз қарап отырсам, анализ жасасам, бізге келетін пациенттер қолдарында жаңағы iPhone бар. Астарына мініп алған, қазір Қытайдың машиналары көбейіп кетті ғой. Жаңа неше түрлі машиналарды мініп алады. Бірақ оларға Қытайдың ақшасын новый машинасын алуға, немесе жаңадан последний 17 Pro дейді, немесе жаңағы үстіне әдемі киімдер, әр тойға барған кезде жаңа әртүрлі көйлектер киіп бару оларға проблема емес. Бірақ осы біздің денсаулығымызға келгенде өзімізге келген кезде солай жаңағы не дейді өзі жадничать ететін кездеріміз болады. Приоритеттер шатастырып алғанбыз. Ең маңыздысы кейінге жібереміз. Өзін соңғы орынға қояды да, басқа нәрселерге жаңағы ұялмайды. Денсаулыққа келген кезде өзінен ұялады да, ал басқа нәрселерге келгенде өзінен ұялмайды. Дұрыс па? Сондай болып тұр. Ал енді мысалы қазір осы не только бел ауруы көп пациенттер келеді ғой, аяқтары жаңағы сырқырап, немесе жаңағы аяқтары бір O-образный или X-образный сияқты бір-бірінен етіп көп апаларымыз, ағаларымыз олар жаңағы келеді да операция деп жатыр или бірдеңке деп жатыр дейді. Оған не дейсіз осы тізе туралы? Жалпы қазіргі кезде 40-45 жастан асқан кез келген адамды рентгенге түсіретін болса, оларда артроз шығады, яғни гонартроз, тізенің артрозы. Ол бірінші степен, екінші степен болып жатады. Ал 60-65 жасқа келген қазір маған көптеген пациенттер келеді. Олардың барлығы дерлік кемі екінші степен, үшінші степен болып жатыр. Енді ол кісілерге жаңағыдай айтарым, жастайынан, яғни 40-45 жасынан, яғни сыр бере бастағаннан бастап, тізе уже ауырғаннан бастап, ол бізге берген бір сигнал. Сол сигналды дұрыс түсініп, дұрыс пайдаланып, тізеге артық шамадан тыс күш түсірмеуге және де жаңағыдай сан бұлшықтарды, балтыр бұлшықтарын жаңағыдай босатып, массаж жасап, немесе дем алып жұмыс ауыр болатын болса, кішкене тізеге де аяққа да бір көңіл бөлген дұрыс сияқты. Себебі бізде төртінші степенге келген кезде уже ешқандай реабилитациялық ем шаралар да, консервативный лечение дейміз, жаңағы укол дәрі система ешқайсысы көмек түспей қалады. Содан кейін жаңағы пациенттер уже амал жоқтықтан уже операцияға барып жатыр. Ол операцияда өкінішке орай көп жағдайда шешім болып жатқан жоқ. Мен нормалды ситуацияны көрдім. Операцияға барып эндопротезирование жасайды тізесіне, жарайды, ол 1 күн, 2 күн, 10 күн жатар. Шыққаннан кейін тізем бүгілмей қалды, или там лестницадан шыға алмай қалдым, или балтақ ұстап қалдым осы операциядан кейін деп. Жалпы ол кісілерге айтарым, кез келген операция болсын, кез келген бір жағдайлардан кейін, жаңағы хирургиялық вмешательство деймін, содан кейін обязательно міндетті түрде бізде не өту керек, реабилитация өту керек. Сол кезде ғана ол жаңағы семіп қалған, тырысып қалған, спазм болып қалған бұлшықеттеріміз қайтадан өз қалпына келіп, қызметін жасай бастайды. Енді былайша айтқан кезде профилактикасын алсақ, операцияға жол бермеуге болады.
операциядан кейін де бәрі реабилитация керек, ол ұзақ реабилитация. Ол уже хочешь не хочешь жасалынатын реабилитация ол. Жаңағы операциядан кейін бізде реабилитацияда реабилитационный потенциал деген бар, яғни операция біткеннен кейін 3 айға дейін бүкіл жасалған жаңа ем шаралар, реабилитациялық мероприятиялардың бәрінің 90-95% нәтиже береді. Ал 3 айдан өтіп кетті, 6 ай, 1 жыл, 2 жыл болды операция істеген, әлі реабилитация өтпеді деген пациенттер келсе, өкінішке орай уже кеш болып жатады. Яғни олардың уже реабилитационный потенциалы төмен болады. Біз қанша әрекет жасағанмен ол жаңа аяғының бүгілуі 90 градусқа да жеткізе алмай қалуымыз мүмкін. Сондықтан уақытында дәрігерлер, операция істеген дәрігерлерде нұсқама беріп жүреді, яғни рекомендация береді. Реабилитация өту керек, магнит, жаңағы УЗТ деп жатады, солардың бәрін қабылдау керек деп выписка жазып береді, бірақ оған біздің халықтың түсінігі жалпы сол мән бермейді ешқайсысы. Содан кейін уақыт өткеннен кейін 2 жылдан кейін келіп тұрады қайтадан, мына тізем әлі ауырып жатыр, осындай болып жатыр деген сияқты. Сол үшін уақытында көрінген, уақытында реабилитация қабылдаған өте өздері үшін тиімді болады пациенттерге. Жақсы. Жалпы енді көп пациенттер бізге енді жаңағы шағымдары көбінесе бел ауруы дейді ғой, белім ауырып жатыр дейді. Бірақ белінде грыжа бар ма, протрузия бар ма, немесе белі жаңағы миофасциальный синдром болып жатыр ма, немесе басқа да нәрселерден болып жатыр ма. Жалпы бел қандай нәрселерден ауырады көбіне? Бел ауруы ма өз алдына? Бел ауруы өз алдына. Оның себептері көп. Ең бірінші жаңа басында айтқан ол қозғалыссыз өмір салты. Біз қазір барлығымыз офистен сотрудникпіз. Бұл айтқанда офисте таңертең 9-дан кешкі 6-ға дейін, кейбіреулер 10-12-ге дейін жұмыста отырады. Ол кезде ол жаңағыдай әр жарты сағат, 1 сағат сайын тұрып жүру, бір қимыл қозғалыстар жасау деген нәрсені көпшілік адам оны жасай бермейді. Одан кейінгі отыру жаңағы қалпы, дене қалпы. Біз көпшілігіміз жаңағыдай бұлшықеттеріміз әлсіз болғаннан кейін, басқаннан кейін бүкірейіп кетеміз отырған кезде, немесе қисайып отырамыз. Дене қалпы ол да жаңағыдай бел ауруына, арқа ауруына алдағы уақытта алып барады. Сол нәрселер біз дұрыс жаттығулар жасап жүрсек, қимыл қозғалыс болса, ең базовый нәрселер, ол кезде бел ауруын біз алдын ала аламыз. Осы қазір ем жасап жатырсыздар, осы буын ауруларына, омыртқа ауруларына. Соның ішінде бір ем барысында қандай да бір қиыншылықтар туындай ма сіздерге? Енді жұмыс болғаннан кейін әртүрлі пациенттер келеді. Біз ойлағандай тек қана бел ауруымен пациенттер келмейді. Бізде келген пациенттердің жаңағы возрастной категория дейді, яғни 60 жастан, 65 жастан, көбінесе жоғары кісілер келеді, 70-80, даже 85 жасар кісілер де келген. Сол бір ситуация болды, менде бір кейсінде бір пациент болып, 5 жыл бұрын трактордан или сондай бір неден құлаған, жүк көлігінен ба, нәрседен құлаған, компрессивный перелом болған. Яғни компрессивный перелом деген ол омыртқасын сынып, омыртқасы сынған. Содан кейін жаңағыдай скорый шақырып, больницаға барған, аудандық ауруханаға. Аудандық ауруханада жаңағыдай нейрохирургтар операция істейміз десе, оның семьясы, яғни барлығы қарсы шығып, операция істетпеген. Содан кейін пациент 10 күн сол жақта ем алып шығады, шыққаннан кейін барлығы нормально болып кетеді, ауырсыну ештеңе болмайды. Содан кейін 5 жылдан кейін маған приемға келіп тұр, осындай менде бұрында сыну болған, омыртқа сынуы. Сол пациент и пациент қиғаштап қалған. Пациенттен жаңағыдай біз сұраймыз ғой, қашаннан бастап қиғаштадыңыз? Бұрыннан бері қиғаштап жүрсіз ба, или жаңағыдай енді басталған жоқ, 5-ақ күн болды осыны қиғаштап қалғанына. Ол кезде біз уже сразу түсіндік, ол компрессивный перелом егер кедергісін жасайтын болса, сол 5 жыл бойы кедергісін жасап жүретін еді. Ол пациент жақсы жүрген кездер болғандықтан, біз ол кісіге осмотр жасап, жаңа квадратная мышца деген болады, бізден сол квадратная мышцада спазмның бар екенін байқадық. Және де жаңа физиопроцедураларға, ударная волна терапия мен магнитке кіргізген екен, уже пациент прям бір күннің ішінде уже өзін жақсы жеңіл сезініп қалды. Сондай да бізде пациенттер болып жатыр. Яғни омыртқан сынуы бұрында болған пациенттер, жақында болған пациенттер болсын, олар қорықпай реабилитациялық орталықтарға келіп тексерілсе, біз оларға көмек көрсете аламыз. Егер қажет болған жағдайда, жаңағыдай нейрохирург маманына жібереміз, операцияға деген сияқты. Самат Бақтығұлы, сізде қандай да бір осындай қиыншылықтар? Менің негізгі ойланып қарап отырғаным, пациенттердің көпшілігі ше, үлкен кісілер ше, апалар көп келеді маған, 60+, 70+, солардың жақсы сөйлесем ба білмеймін ше. Енді менде болатын дүниелер, мен ем барысына кедергі келтіретін дүниелер, ол көбіне артериальды гипертензия и сахарный диабет. Енді 60-70 кісілер сахар бар, мәселен 15 жылдан бері, немесе давлениесі бар 10 жылдан бері деген секілді пациенттер. Біз жоғары интенсивті магнит терапия, жаңағы лазерлер жасағаннан кейін, ол жаңа жүрек қан тамыр жүйесіне әсерін береді, немесе жаңағыдай
сахардың біраз жаңағы осложнениелері бар, қан диабетінен болған. Олардың барлығын бір қозғап, бір кері әсерін беріп жатады. Біз кей жағдайлар болады, пациенттің давлениесі көтеріліп кеткеннен кейін біз емді 3 күнге, 5 күнге тоқтатып қойып жатамыз. Немесе мүлде мүмкіншілік жоқ физиолечение беруге. Себебі артериялық гипертензия ойнамалы деген секілді жағдайлар болғаннан кейін біз емді кейінге қалдырып шегеріп жатамыз. Сондай жағдайлар. Кейбір емдерді ауыстырасыздар, Иә. кейбір емдерді ауыстырасыздар. Сол себепті мейлінше кімде артериялық гипертензиясы бар, сахары бар, ауырсыны болса асқындырмай, жаңағыдай гимнастика арқылы емдеудің жолын қарастыру керек. Себебі біз оларға біздегі бар арсеналының барлығын қолдана алмаймыз, мүмкіншілік жоқ. Себебі бізге пациент тек белмен келіп тұрған жоқ, біз пациентті полный емдейміз да. Біз тек белді емдейміз, біз пациенттің толыққан жағдайын қарап, бағалап сол арқылы ем жүргіземіз. Жақсы. Сізге Рабия Еркебекова, ем барысында қандай да бір қиыншылықтар? Менде ем барысында болған жағдай жүрегінде кардиостимулятор бар ата болды, жасы 90-ға жуық. Ол кісінің бірінші ішіп жатқан дәрілерін, яғни ескере отырып, кардиолог кеңесімен бірге индивидуалды түрде физиоаппараттық емді тағайындадық. Және де қазір менде ем алып жатқан АКШ дейді ғой, АКШ жасалған, және де осы жарты жылдан аса стенд қойған пациенткам бар, әйел адам 60-тан аса жасы. Сол кісінде кардиолог кеңесімен бірге индивидуалды түрде сол кісіге физиоаппараттық ем, және де плазматерапия, массаж, нүктелік массаж, және де ЛФК жаттығулар арқылы емдеп жатырмын. Жақсы. Енді былай қорытындылай келгенде, жалпы негізі қандай кісілерде осы бел аурулары көп кездеседі? Грыжа, протрузия деген сияқты. Жалпы подкасттың басында Самат Бақтыбаев айтпақшы, жаңағы қозғалысы аз, гиподинамия, яғни офисный работниктерде, операторларда, дәрігерлерде, мұғалімдерде, және де отырып жұмыс жасайтын адамдарда көп кездеседі. Дальнобойщиктарда. Қозғалыс. Тым өзіне көп күш салатын спортсмендерден. Яғни біз кәсіби спорт жақсы деп айтып жатамыз, но бірақ кәсіби спортсмендердің көбісінде проблема бар. Грыжа болып жатады. Оларда қазір жас болғандықтан, бұлшеттік жақсы дамыған, гипертонусты болғандықтан пока что грыжа шықпай тұр. Грыжа шықса да ол боль қатты беріп жатқан жоқ. Содан кейін олар емін еркін пока спортмен айналысып жатыр. Негізінде жалпы кәсіби спортта жүргендерде грыжа кездесіп жатады. Бізге келіп те жататын пациенттер болады. Клиникасы былай простой болып көрініп тұрғанмен, МРТ-сын көрсең, прям үлкен грыжалар кездесіп жатады. Сол үшін де ол кәсіби жаңағы спортсмендерде өздерінің жаңағы медициналық реабилитация дейді ғой бізде. Медициналық туризм, медициналық реабилитация. Оларды обязательно спорттан кейін немесе неден кейін реабилитация жасап отырады. Өйткені оны жасамаса, ол қиын болады жағдай, дұрыс па? Ал енді жаңағы осы нені әдемі қартаюымыз үшін немесе осы әртүрлі жастағы жаңағы кісілерге, мысалы айтсақ 20-30 жастағы кісілерге сіз қандай кеңес берер едіңіз осы буын аурулары немесе бел аурулары болмас үшін? Алдын алу мақсатында айтар едім, спортпен шұғылдансын, және де әрдайым қозғалыста болсын. Ал сіз Сәке 30-40 жастағы кісілерге не деп едіңіз? 30 жастар енді өзіміз ғой, біздің группаластарымыз, достарымыз деп па. Бізде қандай проблемалар бар? Бізде көпшілігінде мәселен бұл 30+ деген бұл көпшілігі үйленген, отбасылы немесе ажырасқан бір белгілі бір жауапкершілігі бар. Яғни ол үй алу керек, көпшіліктегі сыйлы болу үшін, машина алу керек, той жасау керек деген секілді. Ол не істейді ол үшін? Көп кредит алады, 2 жерде, 3 жерде, 4 жерде біздің жұмыс істейтін достарымыз, таныстарымыз көп. Постоянно стрессте деген секілді. Енді бұлар белгілі бір проблемалар алып келеді. Оның алып келмес үшін біз тек қана денсаулық жағынан ғана қарамай, екінші жақтан қаржылық еркіндік, қаржылық сауаттылық, былай айтқанда мөлшамадан тыс жаңағыдай кредит алып қоймай, арасында өзімізге демалуға рұқсат бере алатындай деңгейде финансовый состояние жасау керек біз. Салауатты өмір салты. Қазір марафон басқасы жаңағыдай енді трендте. Бұл да бір Европадан келіп жатқан дүние. Жаңағы бір дос балам бар, Европада тұрады, сол жақтан біз әңгімелесеміз. Ол айтады да, Шымкенттің баласы. Шымкентке келсем біз класс балдармен жиналып отырсақ, машина туралы айтамыз дейді да, үй туралы айтамыз, үй салып жатырмын. Немесе Саракопқа алдым, бірақ мына жер мынандай болып шықты.
бүкіл тақырып ауқымы сол да. Ал енді жаңағы Еуропада олар осылай отырады дейді. Мен бір 10 километр жүгірдім, мынандай темппен жүгірдім. Немесе мен бір айронмен осындай неге қатыстым, суға жүзуге қатыстым. Олардың тақырыптары салауатты өмір салтына бағытталған дейді. Біз де сол трендке қарай жайлап бара жатырмыз, дұрыс бағыттамыз, бірақ осы кезде біз мамандардың кеңесіне жүгіне отырып оны жасасақ, біз ұтылмаймыз ешқашанда. Сол себепті кредитті азалу керек, демалу керек уақытылы, салауатты өмір салты ұстану керек. Солай қысқа. Ал енді сіз не дейсіз? 40-50-40-тан асқан кісілерге? 40-тан асқан кісілерге 20-30 жасыңызда жасамаған нәрсені жасауға тура келеді. Амал жоқ. Қайтадан сол спорт, салауатты өмір салты. Енді бәрібір біз 40-тан асқан болсын, 50-ден асқан кісілерге жаңа спортпен айналысты дегенмен ол кісілер прям спортсмен болып кетпейді. Аптасына ең болмағанда 3 рет жаңағыдай спорт залға барып, немесе үй жағдайында, немесе қазір бізде қалалық жерде енді домның алдында көптеген тренажерлар бар. Соларда 15 минут, 20 минут ең болмағанда солай спортпен айналысу керек. Сол кезде ол кісілерде жаңағы омыртқа буын аурулары жиі кездеспейді. Және де егер тізелеріңіз немесе арқа мойын жаңағыдай бел аурулары болып жатса, сыр бергеннен бастап келіп көрінсеңіздер, емделу әрі тез, әрі нәтижелі болады. Оны асқындырып, одан кейін кеш келген кезде бізде талай пациенттер көріп жатырмыз. Даже 40 болсын, 30 жасар болсын, 33 жасар қазір бізде бір Светлана деген жаңағы орыс пациентіміз жүр. Ол кісі де мысалға 33 жаста болып, өте қиын жағдайда жүр. Жаңағыдай менің бір айтарым, соған жеткізбеуге болатын еді. Соны сіздерге де кеңесім, сондай дәрежеге жеткізбей, ертерек көрінсеңіздер дұрыс болады. Енді жалпы алған кезде бәрі салауатты өмір салты деп отыр ғой. Неге жаңағы бізде Европада немесе Японияда ұзақ өмір сүреді? Даже шетел фильмдерін көріп отырсаңыздар, көбінесе жаңағы утренний пробежка, утренний пробежканы көресіздер ғой. Таңертең жүгіріп жүреді. Солай жүгіруден басталады, таңертең су ішу, апельсин шырыны деген сияқты. Соны бізге енді біз қазекеңдер білмеймін, нағып екен, сондай бір жақсы жақтарын алмайтын сияқтымыз. Бізде фильмдерден беріп жатыр негізінде, бірақ ондай жаңағы жоқ. Одан кейін қазір мысалы жас кезден бастап, бұрында мектеп кезімізде бізде салауатты өмір салтын мектептен бастайтын. Мектепке таңертең барасың, сабақ басталмай тұрып, таңғы жаттығу жасататын, бәрімізге. Мектеп кезінде қазір ондай жоқ мектептерде. Мектептерге, к сожалению, дейді, жаңағы өкінішке орай ондай нәрсе жоқ. Ол да бір жаңағы кезіндегі Совет үкіметінің осы әртүрлі буын аурулары, грыжалар, сондай жаңағы омыртқалардың қисаюларын алдын алуға бағытталған бір нелер деп ойлаймын мен өзім. Нелер деп ойлаймын. Енді құрметті көрермендер, таңда өздеріңізде қартаю деген ол бәрінде болады, ерте ма кеш па, оған таңдау жоқ. Бірақ сізде таңдау бар, қартаюды қалай әдемі өзіңіз қарсы аласыз. Сол үшін өзіңізде выбор бар. Біздің подкастымыз сіздерге пайдалы болды деген ойдамыз. Келесі подкасттарда жақсы тақырыптарды қозғауға бұйырса. Қанат Қайратұлы, рұқсат болса осы жерде мен бір сұрақ келіп тұр да. Сұраққа сұрақ дегенде мен біраз жүргізген сұрақ қоя береді. Біз 2025 жылы тамыз айында осы жерде подкаст түсірдік. Сол кездегі омыртқа орталығын қарап отырмын, қазіргі 2026-та омыртқа орталығы екі бөлек мүлде жағдайда. Прогресс көзге бірден көрінеді. Сіз осы орталықтың басшысы ретінде 2025-тегі түсірген біздің подкастымыздағы жағдай мен қазіргі бір арасында бір кішігірім қорытынды жасап жүрсеңіздер, қандай біз прогресс, қандай жаңалықтар еніп жатыр, жаңағыдай қай бағытта біз бара жатырмыз, қалай дамыды, қандай расширение болды? Бізде былтыр подкаст түсіргенбіз, уже 1 жыл болып қалыпты, одан да бөлек бір подкасттар түсіргенбіз. Енді ол жаңағы біздің омыртқа орталығына байланысты емес подкасттар болды, жеке подкасттар. Қазір омыртқа орталығы дамуда, біздің мамандар жан-жақты оқып, өздері зерттеліп, жан-жақтан білім алып, жалпы жаңағы адамдарға дұрыс пайдалы болу үшін дамып келе жатыр. Біздің жаңағы орталығымызда қазір үлкейіп жатыр, емдейтін жаңағы не дейді өзі, әртүрлі аурулардың жаңағы емдеуде әртүрлі нелер көбейіп жатыр бізде. Былайша айтқан кезде, қолымыз ұзарып жатыр дейді.
адамдар келген кезде біз оларды қандай да бір шағымдары болса сол ауруларды емдеуге біз жаңағы максимально қазір жағдай жасағанбыз, былайша айтқан кезде. Енді ары қарай да солай дамытып жағдай жасайтын шығармыз бұйырса. Жаңа дәрігерлеріміз келді, бәрі жаңағы тәжірибелі дәрігерлер. Бұйырса одан да ары қарай тәжірибемізді арттырамыз деген ойдамыз. PRP қосылды бізде. Бізде PRP-лер бар. Бұрында да PRP-лер болған, бірақ қазір уже шетелдің PRP-лерін жаңағы мамандармен кеңесе отырып, біз қазір пайдаланып жатырмыз. Әртүрлі ем туралы келесі бір подкастта жеке тағы да айтсақ болады, қандай емдермен біз бұйырса айналысып жатырмыз, қандай нәтижелер болып жатыр одан. Жақсы, онда қорытындылайық. Бүгінгі подкастымыз тағы да айтайық, жаңағы пайдалы болды деген ойдамыз. Егер комментарийларыңыз болса, грыжа емделе ма, емделмей ма, немесе жаңағы спорт пайдалы ма, пайдалы емес па, комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Сау саламатта болыңыздар.